Сәлем достар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы жай осы шақ, яғни present simple. Бұл шақты егер күнделікті қайталанатын іс әрекетті айтатын болған кезде осы present simple'дың структурасына, ережесіне сай сөйлемді құрастыратын боламыз. Бізде сөйлемнің үш түрі болатынын білеміз. Ол бізде болымды сөйлем, болымсыз және сұраулы сөйлем. Егер де біздің әр сөйлемде міндетті түрде есімдік болады, бастаушымыз болады. Кім жайлы айтылып жатқанымыз, немесе не жайлы айтылып жатқанымыз міндетті түрде болады. Егер біздің сөйлемде I, we, you, they есімдігі болатын болса, біздің етістікке, сөйлемдегі етістікке еш нәрсе жалғанбай етістігіміз дәл бастапқы күйінде тұрады. Егер біздің сөйлемде есімдіктің үшінші жағы болатын болса, яғни ол, he, she, it болатын болса, біздің етістікке s немесе es жалғауын жалғаймыз. Ал егерде сөйлем бізде болымсыз болатын болса, I, we, you, they мен біз do етістігін қолданып, оған not жалғауын жалғаймыз. Яғни don't болады. Сосын етістіктің өзінің бастапқы күйі тұрады. Ал егерде he, she, it болатын болса, ол жерде уже does болады. Және де doesn't болғаннан кейін, бұл жерде етістікке байқасаңыздар, s жалғау жалғанбайды, етістік бастапқы күйінде қалады. Себебі бұл етістіктегі s-ті does, do өзіне алып қойды, иә? Егер сөйлем сұраулы болатын болса, біздің жаңа көмекші етістіктеріміз do және does етістіктеріміз сөйлемнің басына шығады. Яғни do, одан кейін уже есімдік тұрады, есімдіктен кейін етістік тұрады. Бұл жерде does, одан кейін есімдік тұрады, есімдіктен кейін етістік тұрады. Еш нәрсе жалғанбайды етістікке. Бұл do, does болғанда he, she, it пен етістікке еш нәрсе жалғанбайды. Енді бұл present simple'ды қай уақытта не айтқымыз келген кезде қолданатынымызға тоқталайық. Біріншісі ол fact, trust. Фактілерді айтқан кезде, табиғат ережелерін айтқан кезде, және де барлығына мәлім информацияны айтқан кезде. Мысалға, it seldom rains in the desert. Жандай шөл далада редко жаңбыр жауады. The earth goes round the sun. Жандай жер күнді айналады. John works as a teacher. John мұғалім болып жұмыс жасайды. Фактілер, табиғат ережелері барлығына мәлім информациялар айтып жатырмыз, Келесі, habits, routines, әдеттер мен күнделікті рутиналар. She drinks coffee every day. Бұл жерде біздің есімдік she, үшінші жақта тұр. Үшінші жақта тұрғаннан кейін етістікке drink, ішу деген етістікке біз s жалғауын жалғап жатырмыз, Ол күніге жандай кофе ішеді. He drinks coffee every day. Ол on деп айтып жатыр, I drink coffee every day. Мен күніге кофе ішемін. I болғаннан кейін drink s жалғамаймыз, Келесі, timetables, расписание мен графиктерді айтқан кезде, яғни белгілі бір расписание, сабақтың болуы, немесе келесі айда сенің бір жаққа кетуің анықталған болса, расписание бойынша белгіленген болса, осылай айтсақ болады. Мысалы, I go to bed at 10 o'clock. Мен ұйқыға сағат 10-да жатамын. I get up at 7 o'clock. Мен азанда сағат 7-де ұйқымнан оянамын. Және де бұл жерде present simple'да осы шақта тұрғанын білу үшін бізге көмекші сөздер бар. Оларды слова маркері деп айтады. Ол сөздер бізде always, әрқашан, usually, әдетте, sometimes, кейде, often, жиі, seldom, иногда, редко, every day, күніге every week, әр апта сайын every month, ай сайын every year, жыл сайын every summer, every autumn, every winter, every spring. Яғни әр мезгіл сайын, Осы егерде мысалға ережеде келеді, жандай тиісті етістікті қой, немесе етістіктің тиісті формасына сал деп жазады, және де ол жерде бізге көмекші есі сөздер болса, always, sometimes, usually болса, біз ол кезде present simple'дың ережесіне сай етістіктің формасын қойсақ болады. Мысалға, she always reads this book. Always деп тұр бірінші біздің көмекші сөзіміз. Ол бізде present simple екен біз біліп тұрмыз, She есімдігі болса, етістікке s жалғауын жалғаймыз. Reads болады.
I usually go to school by bus. Мен әдетте мектепке жаңағыдай автобуспен барамын дейді. Usually көмекші етістігі тұр. I жаңағыдай есімдігі болғандықтан бұл жерде етістікке біз S жалғауын жалғамаймыз. They sometimes watch TV. Олар кейде теледидар қарайды. Watch қарау дегенді білдіреді, оған S жалғамаймыз біз. He often sings new song дейді. Он часто поет новые песни дейді. Ол жерде үшінші шақта тұрғандықтан есімдіктің үшінші формасын айтып жатқаннан кейін бұл жерде етістікке S жалғауын жалғаймыз. We seldom visit this place. Мы редко посещаем это место дейді. You walk with your dog every day дейді. Он каждый день прогуливается со своей собакой дейді. Ол күніге өзінің итімен жаңа серуендейді деп жатыр. Енді осы ереженің барлығын қағаз бетіне түсіріп, жақсылап жаттап аламыз, және де келесі бізге берілген тапсырманы орындаймыз. Бізге 25 сөйлем берілген, жақша ішінде етістік берілген, сол етістікті тиісті формасына қойып, осы present simple ережесіне сай, формаға қойып, осы 25 сөйлемді дұрыс қылып жазып шығамыз. Видеоны паузаға қойып. Бүгінге осы, келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.